Барлықтарыңызға қайырлы жақсы күн болсын. Жылыжайдан бір видео. Жылыжайдың қазіргі жай күйі осындай. Яғни ештеңе өсіп жатқан жоқ, өнім алып жатқан жоқ біз деп айтсақ, нақтырақ дұрыс болатын шығар. Мына бүгін суарып қойдым. Өйткені бірнеше күн болды суарып, уақыт бөліп жүрген жоқ. Соның өзінде осындай тәтті бұрыштар, ептеп, қызанақтар шығып, өз беттерінше шығып жатыр. Соларды ептеп суарып қойдым. Міне көрдіңіздер ме? Қызанақтар шығып сөйтіп жатыр. Міне бұл ауру негізі қиярдың ауруы болса да, міне жанындағы қызанақтарға да ептеп әжептәуір жұғып өсірмей тұр. Негізі міне жанындағы қиярлар қурақпаған. Қиярдың ауру болған соң бірінші кезекте қиярлардың бәрі бір-біріне жұқты. Жаңадан қияр өсіріп көрдік. Біраз жасыл болып, жақсы болып өсіп келатқан, залалсыздандырып, марганцовка ерітіндісімен жерді суарып ап, содан қиярларды да өскен сайын қайта сол суарып, сондай қылып залалсыздандырып өсіріп жатқанбыз. Сонда да болмады. Мына жердегі ең бірінші жаңағы ауру жұққан қияр осылар. Мынау кейінгі өсіргеніміз дегенмен де жақын, және мынандай жапырақтар, ауру жапырақтар қасында болғандықтан бәрібір жұқты. Бірақ та енді осылай қалдырамыз деген ой жоқ. Барлық осы жапырақтарды шығарып, өртеп, жаңағындай ауру болған кезде негізі өртеп жүрген дұрысырақ деп кеңес береді. Ютубтан бәрінен ізденіп қарап жатырмын, қандай ауру деп. Жаңағы мучнистая роса деген ауруды өзіміз соған жобалап, сол деп ойлап отырмыз. Және де біздікінің себебі, бірнеше себеп болады екен. Біздікінің себебі айтады ғой, подкорень дейді ғой, негізі мынандай жабық жерлерді, жылыжай сияқты жерлерді мынандай түбінен суарған дұрысырақ. Өйткені жапырақтарындағы жаңағы сулар дұрыстап кеппей қалса, сондай ауру пайда болады, қатыстық болса сондай сияқты. Ал біздің жаңағы өзіміз жобалап, біздікі неден болды деген бірнеше себептің бір себебі сол біздікіне келетін сияқты. Мына қиярлардан бастап ауру шықты. Осы қиярлардан бастап негізі мына жерде біраз қиярларды біз шашыратып суарған болатынбыз. Шлангымен шашыратып суарады ғой, сондай әдіспен суарған болатынбыз. Тез бітейік деп, лейкамен жүгіре бермейік деп сондай әдіс қолданғанбыз. Негізі ауру да сол жақтан басталды. Жаңағы даластық, форточкаларды ашып қойғаныммен дұрыс кеппей, ауру содан басталды деп ойлаймыз енді. Біз солай ойлап отырмыз, біздікінің себебі. Негізі бірнеше себеп бар екен, ол себептерді ұмытып қалдым, бірақ ол себептер біздікіне келіңкіремеді, неден басталды деген сияқты. Сондықтан бәрі бір-біріне жұқты. Мынау қызылшалар, бұрыннан өсіп жатқан қызылшалар жақсы өсіп тұр. Бұлар енді алып жатырмыз шетінен. Ал негізі міне қиярлардың бәрі осындай. Бұл жерден жаңағы ептеп қызанақтар өсіп жатқанымен қияр алып жүрген жоқ. Біз негізден қызанақтардың бәрін аламыз деп жоспарлап отырмыз. Бойлары ұзын, жемістері өте аз. Сондықтан даладағы қызанақтар соларды өсіре береміз. Бұның ішіндегілерді аламыз, жемісі жоқ, бойлары ғана өздері өсіп жатыр. Осындай тазалау жұмыстарын жасап жатырмын. Сол осы бір көрсетіп қояйын деп, және де осындай жылыжайларыңыз болса, жаңадан бау-бақша өсіріп бастап жатқан адамдар, негізі далада да шашыратып суарған, жапырақтарына бәріне шашыратып суарған дұрыс емес деп айтылады екен. Көбінесе өйткені кеппей қалуы мүмкін, жаңағы дымқыл жерге микроб тез түседі деген сияқты. Назарларыңызға рахмет. Менен осындай бір видео болды. Мынау алдыларыңызда тұрған барлық жапырақтарды біраз күнде тазалап аламыз. Жаңадан қалай өсірдік, ауру әрі қарай жұқты ма, не жағдай болды, видеолар түсіріп тұруға тырысамын. Сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.